Ең жас кандидат 2002 жылға, ең ересегі 1954 жылға. Бүгін Түркістан өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында алдағы саяси науқанға дайындықтың барысы баяндалды. Түркістан облыстық аумақтық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Амирдин Алишевтің мәлімдеуінше, облыс бойынша барлығы 1615 кандидат ұсынылып, олардың 1284-і тіркелуден өткен. Орташа алғанда бір мандатқа 3-9 адам тіркеліп отыр. Ұсынылған кандидаттардың 1426-сы ер, 193-і әйел. Барлық депутаттарға кандидаттардың сайлау алдындағы үгіт жұмыстары басталды. Кандидаттардың сайлау алдындағы үгіт жүргізу құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында жергілікті атқарушы органдар әкімдер кандидаттарға сайлаушылармен кездесу үшін облыс бойынша 320, Ақтөбе 330 үй-жайға келген. Оның 8-і облыс орталығында болса, 322-сі аудандармен қалдырды. Анықталған орындар мен үй-жайлар туралы хабарлама жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары мен әкімдіктердің сайттарында